Сәлем достар, сіздермен Олжанай, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен әрбір үйден табылатын қолжетімді заттардан керемет үгітілмелі печенье дайындап үйренетін боламыз. Сондай жұмсақ әрі дәмді болып шығады және ерекше әдемі. Ол үшін қажетті ингредиенттердің барлығы төменде описаниеде толығымен көрсетілген. Енді дайындауға кірісеміз. Ол үшін жұмыртқа мен қантты венчикпен жақсылап тұрып, қант ерігенге дейін араластыруымыз қажет. Венчик болмаса, вилкамен де араластыра берсеңіз болады. Қант толық ерігеннен кейін оған 1 шай қасық ванилинді қосамыз. Ванилин ол өзіңіздің қалауыңызша, оны қоспай-ақ қойсаңыз да болады. Ол печеньеге керемет иіс береді, сол себептен негізі қосқаныңызды кеңес етер едім. Содан соң оған сұйық май, яғни күнбағыс майын қосып, тағы да бір араластырып аламыз. Және де қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлительді ұнға қосып, екеуін алдымен бөлек ыдыста бірге араластырып аламыз. Содан соң осы құрғақ ингредиенттерді, яғни ұн мен қопсытқышты жаңағы біздің сұйық ингредиентке қосуымыз қажет. Неке осылай алдымен ұнның жартысын қосып, араластыра отырып дайындасаңыз болады. Содан кейін қалған ұнның жартысын қосып, қамыр илеуіміз қажет. Венчикпен араластыру ыңғайсыз болған кезде осылай қолмен қамыр илейміз. Жұмсақ, жақсы қамыр илеуіміз қажет. Қамыр дайын болды. Міне видеодағыдай осындай болып шығады. Ол қатты бір-бірімен біркелкі болып жабыспауы мүмкін. Сіз алаңдамаңыз, дәл осылай жасай береміз. Енді қазір печеньелерді батыру үшін бізге қант ұнтағы қажет, және де оларды орналастыру үшін противень мен пергаментті қағазды алдын ала дайындап қоямыз. Содан соң қамырдан осылай кішкене бөлшектен ала отырып, оны дөңгелету арқылы дөңгелек печеньенің формасына келтіреміз. Неге алдымен осылай жан-жағынан қысып дөңгелетеміз, содан соң екі қолыңыздың көмегімен дөңгелек формаға келтіріп дайындаймыз. Неке дайын, енді оны қант ұнтағына батырып алуымыз қажет. Осылай молынан қант ұнтағына саламыз да, барлық жеріне жететіндей етіп жақсылап батырып шығамыз. Содан соң оны пергаментті қағаздың үстіне орналастырамыз. Дәл осылай барлық печеньелерді дайындап аламыз. Осы рецептпен жасасаңыз, сізде шамамен 16-18 печеньелер шығатын болады. Мөлшері көріп тұрғаныңыздай қатты үлкен емес, және де мен осы печеньелердің барлығы бірдей мөлшерде шығу үшін оларды весыймен, яғни таразымен бөліп өлшеп алдым. Сізде солай жасасаңыз болады. Неке менде 18 штук печенье шықты. Енді оны 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут бойы пісіруге жібереміз. Содан соң оны піскен соң осылай аламыз да толығымен суытуға қоямыз. Сіздерге менің видеом ұнады және түсінікті деген ойдамын. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Сәттілік!